Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар. Бүгінгі біздің сабағымыз сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру пәні бойынша. Бүгін өтетін тақырыбымыз сол сыбайлас жемқорлық, қарсы іс-қимыл жүргізетін субъектілер және де мемлекеттік органдар, жеке азаматтар. Демек, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңның бүгін енді мінекей біз үшінші бабымен, сонымен қосымша 18-ші бабымен, үшінші бабымен, 18-ші бабымен, 22-ші бабымен танысып шығамыз. Және де талдап кетеміз осы сабағымызда. Бірінші, екінші бапта айтқым келіп тұр. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңның қолданылу аясы. Біздің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңымыз, ол осы Қазақстан территориясында мемлекеттік органдарға, мемлекеттік қызметшілерге, лауазымды тұлғаларға, барлық мемлекеттік органдарға, бүкіл мемлекеттік аппаратқа және де жеке азаматтар мен заңды тұлғаларға, кәсіпкерлерге қолданылады. Барлық кәсіпкерлер, жеке азаматтар осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жүргізетін мемлекеттік органдар, департаменттер, мемлекеттік қызметшілер, лауазымды тұлғалар бұл заңнаманың баптарын орындауға міндетті. Енді біз осы 18-ші бапта алдыңғы сабағымызда айтқанбыз. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл субъектілері деп. 18-ші бапта, 18 статья, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл субъектілері көрсетілген. Демек, субъектілердің іштерінде де ол мемлекеттік органдар, мемлекеттік қызмет, департаменті, мемлекеттік қызметшілер, лауазымды тұлғалар, және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменттері, әскери полиция, прокуратура, ұлттық қауіпсіздік органдары, әскери қызмет, және де экономикалық қылмыстар мен күрес жүргізетін, тергеу жүргізетін департамент. Осы сонымен қосымша жеке азаматтар, лауазымды тұлғалар, кәсіпкерлер, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл субъектілері болып табылады. Субъектілер демек тұлғаларда. Демек, жүзеге асырушылар жемқорлыққа қарсы қоғамда, жемқорлыққа қарсы іс-қимылды әрекетті жүзеге асырушылар. Осы жерде айтуға кеткім келіп тұр. 1998 жылы қабылданып, 2016 жылға дейін заңды күшінде болған, қазіргі заңды күшін жойды, сыбайлас жемқорлықпен күрес туралы заңда сыбайлас жемқорлықпен күрес жүргізу субъектілеріне прокуратура, ұлттық қауіпсіздік комитеті, ішкі істер органдары, және де қаржы полициясы жататын. Ол кезде қаржы полициясы болған. Қаржы полициясы, экономикалық қылмыстарды тергеу департаменті, және де салық комитеті жататын болған, салық қызметі. Және де осы әскери полиция, шекара қызметі жататын болған. Әскери полиция, сосын шекара қызметі. Ұлттық қауіпсіздік комитетіне қарасты шекара қызметі. Ал енді қазір айырмашылық бар. Қазіргі сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңның 22-ші бабын алатын болсақ, бұл жерде өзгешеліктер бар. Осы 2016 жылдан бастап, 16 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіліп, қазір заңды күшіндегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңда 22-ші бапта сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жүргізетін, іс-қимыл жүргізетін субъектілерге мемлекеттік органдар, демек оның ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменттері, ұлттық қауіпсіздік комитеті, прокуратура, әскери полиция, экономикалық қылмыс тергеу департаменті жатады. Жеке азаматтар мен заңды тұлғалар. Заңды тұлғалар демек олар кәсіпкерлер, коммерциялық ұйымдар, коммерциялық емес ұйымдар деген мағынада айтқым келіп тұр. Мінекей, осы айта кеткім келіп тұр. Енді осы жалпылай бірте-бірте үшінші бапты талдап кетейік. Үшінші бапта осы сыбайлас жемқорлық бойынша жауапкершілік көрсетіледі. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары бойынша жауапкершілік Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінде көрсетіледі, егер сыбайлас жемқорлық қылмыстар жасалған болса. Сыбайлас жемқорлық бойынша әкімшілік құқық бұзушылықтар, сыбайлас жемқорлыққа әкімшілік құқық бұзушылықтар
Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінде көрсетіледі. Енді және де бұл жерде әртүрлі жаңағыдай мемлекеттік қызметті атқарып жүріп, қызметінде теріс жаңағыдай қызметінде мемлекеттік қызметке кір келтіретін теріс қылықтар жасайтын болса мемлекеттік қызметші лауазымды тұлға, онда мемлекеттік қызмет туралы заңның баптарында, нормаларында көрсетіледі жаңағыдай. Бірақ енді айта кеткіміз келіп тұр осы жерде. Енді біз талдап кетейік. Қылмыстық кодексте сыбайлас жемқорлықпен жасалған қылмыстардың түрлері көрсетіледі. Демек, қазіргі уақытта сыбайлас жемқорлықпен жасалған қылмыстардың қылмыстық кодекс бойынша 20 түрі бар. Ол қылмыстық кодексте бірінші бапта 28 тармақта көрсетілген 20 түрі. Енді айта кеткіміз келіп тұр, және де қылмыстық кодекстің осы 361 бап пен 371 бап аралығындағы қылмыстарда мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару саласына қарсы сыбайлас жемқорлықпен жасалған қылмыстар көрсетіледі. Демек, 361 бапта ол жаңағыдай лауазымды өкілеттіктерді теріс пайдалану, 362 бапта лауазымды өкілеттіктерді, 361 бапта лауазымды өкілеттіктерді теріс пайдалану, 362 бапта лауазымды өкілеттіктерді асыра пайдалану, 363 бапта лауазымды өкілеттіктерді иемдену, мемлекеттік қызметшінің лауазым адам емес, бірақ сол лауазымды өкілеттіктерді өзі иемдену. Мемлекеттік 364 бапта экономикалық қызметке, кәсіпкерлік қызметке заңсыз араласу, лауазымды тұлға мемлекеттік қызметші бола тұра. 365 бапта пара беру, 366 бапта пара алу, 367 бапта пара беру, 368 бапта парақорлыққа делдал болу, 369 бапта қызметтік жалғандық, 371 бапта қызметтегі салақтық болады. Қызметтегі әрекетсіздік, 371 бапта қызметтегі жалғандық. Орысша айтқанда халатыңыз. Демек, салақтық қой. Кешіріңіз, қызметтік салақтық, қызметтегі салақтық. Салғырт қазіргі уақытта қызметтегі салғырттық деп айтатын болдық. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексте 672 бап пен 681 бап аралығы, 681 бап аралығы да осы жаңағыдай әкімшілік сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар туралы жауапкершілік көрсетілген. Көптеген жағдайда көрдіңіз бе, енді әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексте айыппұл салу жаңағыдай жазасы көрсетіледі, ескерту жоқ ешбір баптарда. Ал енді жаңағыдай қылмыстық кодексте сипатталмалы диспозицияның төмен жағын біз қарайтын болсақ, айыппұл салу, қоғамдық жұмыстарға тарту, мемлекеттік жаңағыдай қызметке қайтадан тағайындалу бойынша өмір бойына жаңағыдай қызметпен тағайындалу құқығынан айыру қосымша жаза ретінде. Ал негізгі жазаларда айыппұл салу, бас бостандығынан айыру, қоғамдық жұмыстарға тарту жазалары. Мүлікті тәркілеу, бұл да қосымша жаза ретінде санкцияларда көрсетіліп отырады қылмыстық кодексте. Мысалы үшін қылмыстық кодексте 366 бап пен 367 бапты айтатын болсақ, пара беру мен пара алуда. Бұл жерде бас бостандығынан 5 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы көрсетіледі. Ол көрінген негізгі жаза болып тұр бұл жерде, негізгі жаза. Ал егер жаңағыдай қосымша жаза ретінде мүлікті тәркілеу және де мемлекеттік қызметте қайтадан орналасу, қызметке қабылдау жөніне құқығынан өмір бойына айыру, мемлекеттік наградаларынан, әртүрлі қызметтік шенінен, дипломатиялық дәрежесінен, я болмаса ғылыми атақ дәрежесінен айыру, наградалардан айыру жағындай. Бұл әрине қосымша жаза болып саналады, қосымша жаза, дополнительное наказание. Негізгі жазалар мен қосымша жазаларда қылмыстық кодексте 40-41 баптарда көрсетіледі. Негізгі жазалар, қосымша жазалар болып бөлек-бөлек етіп жаңағыдай қызметкерлік көрсетілген. Айта кеткіміз келіп тұр, енді бұл жерде біз бірте-бірте 18 бапты талдайық. 18 бапта біз субъектілер деп отырмыз ғой.
мен ең бірінші осы жерде жаңағыдай қысқа түсіндірме сипаттама беріп кеткім келіп тұр. Бірінші жағында осы 18-ші бапты оқитын болсақ, 18-ші бапты оқитын болсақ, онда ең бірінші осы субъект ретінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі мен облыстық департаменттер тұрды. Демек, осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі және де әр облыста облыстық департаменттер. Мысалы үшін Алматы облыстық департаменті, Қызылорда облыстық департаменті, Ақтөбе облыстық сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменттері дегендей. Ал орталық атқарушы орган ретінде бұл жағдай сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Нұр-Сұлтан қаласында орналасқан. Енді бұл жерде жаңағыдай бұл департамент сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті туралы қысқа ғана бір мағлұмат беріп кетейін. Өкілеттіктері менен қызметі осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңның 18-19 20-21 баптарында көрсетіледі. Демек, мынау жаңағыдай жемқорлықпен жасалған қылмыстар бойынша тергеу жүргізу, іздестіру жүргізу, розыск жаңағыдай, неге жаңағыдай абақтыға қамау, тергеу изоляторына қамау, жауапқа тарту, қылмыстық іс қозғау, және де аналитика жүргізу, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру, ұйымдастыру, сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жүргізу мемлекеттік органдарда жаңағыдай өзінің бір аймақта, облыста, және де сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөнінен ұлттық баяндама, жылына бір рет ұлттық баяндаманы даярлау, азаматтармен тығыз қарым-қатынаста жұмыс істеп, сыбайлас жемқорлыққа қарсы санамен сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұра білу қабілетін қалыптастыру, азаматтардың құқықтарын қорғау, азаматтардың құқықтарын жаңағыдай зиян келтірген құқықтарын қалпына келтіру, қылмыстық қозғалған қылмыстық істерді тергеу жүргізіп, қылмыстық процестік кодексінің жаңа негізінде сот органдарына, прокуратура органдарына, сот органдарына заңда көрсетілген қылмыстық процестік кодексінің жаңа баптарында көрсетілгендей мерзімге сәйкес жіберу. Енді осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті туралы қысқа тарихын айтып кеткім келіп тұр. Енді бұл жерде бүгінгі сабағымыз бір жағынан соған арналады. Неге біз субъектінде қайта қозғап тұрмыз, бұл жерде осы 1998 жылға дейін, 1998 жылға дейін осы жағында Қазақстан Республикасы болып құрылған кезде 92 жылдары ұйымдастырылған қылмыстылық Қазақстан бойынша ұйымдастырылған қылмыстылықпен жаңағыдай сыбайлас жемқорлықпен күрес басқармалары болған. Әрбір облыста, әрбір қалада, Қазақстанда. Оның алдында жаңағыдай енді 1990 жылға дейін кеңестік одақ кезінде бұл өзі кеңестік одақ кезінде арнайы жаңағыдай осы сыбайлас жемқорлықпен жасалған қылмыстарды тергеу, қылмыстық іс қозғау, жемқорлықпен күрес жүргізу қызметі жаңағы облыстық, қалалық, аудандық және де бас прокуратура жүзеге асыратын болған. Прокуратура органдары жүзеге асыратын болған. Енді осы жағында ұйымдастырылған қылмыстылықпен жемқорлықпен күрес басқармасы көп ұзамай 1998 жылы сыбайлас жемқорлықпен күрес заңы қолданысқа енгізіліп, заңды күшіне енді ғой. Сол жаңағы 1998 жылдан бастап сыбайлас жемқорлық мемлекеттік қызмет агенттігі құрылады және де осы жаңағыдай сыбайлас жемқорлықпен күрес жүргізу жаңағыдай агенттігі құрылады. Сыбайлас жемқорлықпен күрес жүргізу агенттігі. Сыбайлас жемқорлықпен күрес жүргізу агенттігі 2004 жылы ресми түрде сыбайлас жемқорлықпен күрес жүргізу агенттігі ресми түрде қаржы полициясы, ішкі істер министрлігінің құрамындағы қаржы полициясы болып жаңағыдай ведомство болып құрылады. Демек қаржы полициясы осы сыбайлас жемқорлықпен күрес агенттігі күрес жаңағыдай қызметін жүзеге асыратын қаржы полициясы 2004
осы жаңағы 2016 жылға дейін қызметін атқарып келіп, осы 2016 жылы 1 қаңтардан бастап сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заң қабылданып күшіне енген кезде бұл жаңағыдай осы қаржы полициясы департаменттері жаңағыдай барлығы реформациядан өткізіп жаңағыдай осы мемлекеттік қызмет істері және де сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің құрамына енгізілген болатын. Демек, ведомство бойынша барлық ведомствоның өкілеттіктері, міндеттері, құқықтары осы жаңағыдай мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің құзырына өтеді. Бұл жерде енді мемлекеттік қызмет агенттігі мен сыбайлас жемқорлықпен күрес жүргізу департаменті екеуі бірігеді ғой. Бірігіп, сол жаңағыдай мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі құрылады. Осы 2018 жылы сыбайлас жемқорлыққа 2018 жылдың осыдан желтоқсан айында президенттің жарлығы бойынша, кешіріңіздер, 2019-ның желтоқсан айларында президенттің жарлығы бойынша осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі бөлек және де мемлекеттік қызмет істері агенттігі бөлек ведомство болып, қазіргі уақытта жаңағыдай бөлек болып, осы мемлекеттік қызмет агенттігі өзінің құзыреттігін, өкілеттігін бөлек жүргізетін ведомство етіп құрылды да, ал сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі және облыстық департаменттер қарасты оның құрамында барлығы жаңағыдай сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметін жүзеге асыратын болып бөлек ведомство етіп құрылды. Демек, айта кеткім келіп тұр, енді келесі субъектілеріміз біздің бұл жерде жаңағыдай квази мемлекеттік сектор субъектілері. Кейде адамдар менен сұрайды, квази мемлекеттік сектор субъектілері деген термин пайда болды. Оны қалай түсінуге болады деп. Ол әрине, көрдіңіз бе, бірінші көп айтылмағандықтан, бірінші естіліп қалған жағдайда әрине бір сұрақ тудырады. Дегенмен де түсінуге болады. Мына қазіргі уақытта көрдіңіз бе, кәсіпкерліктің, экономиканың өркендеуіне орай көптеген ведомстволар, көптеген мекемелер, кәсіпорындар, кәсіпкерлік ұйымдар 50%, 100% мемлекеттің жаңағыдай меншігінде. Демек, жаңағыдай заңды тұлға құрылады, юридическое лицо, акционерлік қоғам болуы мүмкін, ол бір жаңағыдай кәсіпкерлік болуы мүмкін, я болмаса жаңағыдай ұлттық банк деп айтайық, яки болмаса жаңағыдай бір қандай да бір кәсіпорын, бір мемлекеттік меншігіндегі. Осы аталған жаңағыдай осындай кәсіпорындар квази мемлекеттік сектор субъектілері болып саналады. Өйткені оның 50%, яки болмаса жаңағыдай 100% акция иесі жаңағы мемлекет болып саналады. Демек, заңды тұлғаның иесі мемлекет болып саналады. Келесі субъектілеріміз әрине заңды тұлғалар деп отырмыз. Заңды тұлғалар деген түсінікті біз өзіміз азаматтық кодекстен жақсы білеміз. Ол коммерциялық ұйымдар, коммерциялық емес ұйымдар, акционерлік қоғамдар, әртүрлі жаңағыдай шаруашылық серіктестіктер, әртүрлі жаңағыдай шаруашылықпен айналысатын, бизнеспен айналысатын, кәсіпкерлікпен айналысатын ұйымдар, және де әртүрлі жаңағыдай коммерциялық емес ұйымдар, ол енді әртүрлі фонд дейміз ғой, жаңағыдай фондтар, бірлестіктер, қоғамдық бірлестіктер, қоғамдық ұйымдар, оқу орындары, жаңағыдай, яки болмаса бір мына діни ұйымдар, діни оқу орындары, медреселер деп айтады. Болмаса жаңағыдай қандай да бір ақша қорлар жатады. Мінекей осы коммерциялық ұйымдарда заңды тұлғалар осы жаңағыдай сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл субъектілеріне жатады. Ендігі келесі біздің жаңағыдай субъектілеріміз айтып отырмыз, бағана сабағымыздың басында да айттық, жеке азаматтар деп. Жеке азаматтар. Кәмелет жасқа толған азаматтар, 18 жасқа толған азаматтар.
біз енді бұл жерде тағы да бір мысал келтіріп кетуіміз керекпіз. Кейде мысалы үшін мынандай бір сұрақ туындайды. Бір адамдар айтады, бұл өзі дейді жаңағыдай жемқорлық бойынша жауапқа тартылады кейбір адамдар. Неге жаңағыдай ары қарай дейді жаңағыдай іс қозғалады, неге тергеу жүреді, неге олар тиісті жауапқа тартылмай босап кетеді дейді. Бұл жөнінде жаңағыдай президентіміз де айтып кетті. Осы жақында ғана президентіміз жаңағыдай Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев көрсетіп кетті, өзінің жаңағыдай жиналысында көрсетіп кетеді. Осы егер де біздің жаңағыдай қоғамда қылмыстық іс қозғалып, мынау коррупциялық қылмыстар бойынша іс қозғалып, олардың тергеуден өтіп, ертеңгісі болмаса тергеу аяқталмай жатып, қылмыстық іс қысқарып кететін болса, қылмыс жасаған адам тиісті жазасын алмай жатса, бұл жерде жемқорлықтың қарсы іс-қимылдың әлсіздігін байқалып қалады. Қоғам, азаматтар мемлекеттік органдарға, құқық қорғау органдарына сенімі әлсірейді. Сондықтан да біз пәрменді, батыл, жан-жақты барлық бағытта сыбайлас жемқорлықпен күрес жүргізіп, нақты үлкен жетістіктерге жетуіміз керекпіз деп көрсетіп отыр. Сондықтан мен былай айтар едім. Бірінші тарапта кез келген адам жауапқа тартылатын болса, қылмыстық іс қозғалса, қылмыстық жауапқа тартылса, егер де бұл адамның қылмыс субъекті ретінде кінәсі бар болса, сыбайлас жемқорлық қылмыс болсын, басқа қылмыс болсын, бәрібір де жауапқа тартылмай қоймайды. Бұл әділдік қағидаты, заңдылық қағидаты, жариялық пен ашықтық қағидаты біздің мемлекетімізде бар, ол жүзеге асып жатыр. Әрине тергеудің болмаса сот процесінің құпиялылығын сақтау мақсатында кейбір ақпараттар күнбе-күн жарияланбай жатады. Бірақ айта кетуіміз керекпіз, бәрібір де жариялық пен ашықтық қағидатын ескере отырып, ол сот процесінің шешімдері, ұйғарымдары, үкімдері барша жұртқа бұқаралық ақпарат құралдары арқылы жарияланып отырады. Жалпылай бұқаралық ақпарат құралдарында неғұрлым ақпарат жемқорлықпен күрес жөнінен, жақсы нәтижелер жөнінен көбірек болса, халықтың мемлекеттік органға, құқық қорғау органдарына жемқорлыққа қарсы күрестің пәрменді жүріп жатқандығына сенім молая түседі. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Мен енді осы бүгінгі сабағымызда сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл субъектілері жайлы айтып кеттім, және де нәтижесі. Үйге тапсырма сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңның 18 бен 18-22 баптарын оқып, танысып, талдап келуді тапсырамын. Көп рахмет.